Бұрын үйде де сөйтеді, мен жасымнан солаймын жалпы. Үйде жұрттың бәрі үстелдің басында, дастарханның басында 5-6 сағат самауырды қайта жылтып іше беріп отыра береді, әңгімелеседі, ауыздары жабылмайды бар ғой. Осы күнде ағаларым, апаларым енді 60-70-ге келіп қалды ғой. Бірақ ауыздары жабылмайды. Қай-қайсысы болсын бар ғой. Осы үйдегілердің түгел әулетіміз бәрі сайрап қалған. Тоқтамай сөйлейді. Ішінде мен ғана сөйлемес бар ғой, аузынан сөз шықпайды. Сосын шаршап қалам ғой. Бар телевизор көрем, ортасында ұйықтап алам бар. Содан бір жағы адамдар өмірден өтіп кеткен біреулер болды ғой, жаңа басқа бір өмірлерінде бірдеме өзгерістер болып жатқан. Біраз жылдардан кейін аян қалай екен деп сұраймын ғой. Қарағым ол баяғыда қайтып кеткен дейді. Көрдіңіз ба? Сонда мен көп нәрсеге мән бермеймін. Өмірде тек қана осы ата жолында емес, мына сөзіңізге қатысты. Жалпы мен көп нәрсеге мән бермеймін. Миымда сақтауға тырыспаймын. Көрдіңіз ба? Өзімнің өмірім бар да, свое мирке дейді ғой. Сөйтіп өз-өзіммен алшақтап, жаңыз өзіммен өзім болып қалған адамын ғой. Жұмысқа барасың, онда да сөйлеспейсің, сөйлесуге рұқсат онша жоқ. Сайрап отыра алмайсың адамдармен. Жаңағы бір жерде отырыста бірдеңе болса, сол адамда қаша беретін мен. Маған керек емес, қызық та болған жоқ. Қазір мысалы енді бірігіңдер деп жатыр ғой. Сол бірігуге де әлі мен сондай не жоқ, тырыспаймын да. Әйтеуір бір керек болғаннан кейін ғана айтып жатыр, қоймай айтып жатыр ғой. Сол бірігуге, сол енді ғана кірісіп жатырмын, соның өзінде де менде ықылас жоқ. Демек, қуат барып жатыр, сізге? Ағайдың сөз қуаты арқылы сізге барды. Ағаны тыңдағаннан кейін таяқ жегендей болсын, әр сұхбаттан кейін бір таяқ жеймен бар ғой. Ағаның таяғын міндетті түрде жеймін, қамшысын алам. Сосын ішкі дүнием құбыла бастайды. Сосын бір-екі тыңдаймын, үш тыңдаймын, 6-7-8 реттен тыңдаймын. Ішіме сіңірем әңгіме бар ғой, бірден қалай айтайын, қиында ана сөздері, неге десем, мен сол ағаның айтқан сұхбаттарына мен сәйкес емеспін. Ешқай жеріммен мен сәйкес емеспін. Не самал, не мінез, ештеңемен. Мүлдем алыспын да. Содан кейін әңгіме сұхбаттарын ішіме кіргізем. Сосын қиналам, күйзелем. Неге десең, уже жасымыз өтіп кетті ғой. Ал қалған немде мен соның бәрін сіңіре алмаймын. Көрдіңіз ба? Соған сәйкес бола алмаймын. Сәйкес бола алмаймын да, көп іс-қимылдарым, көп нәрсені мен қазір қайтарып келтіре алмаймын. Жаңағы семья құру, басқа жұрттың есі дұрыс адамдардың бәрі өмірде істеп өткен нәрсені мен істегем жоқ, қаша бердім бәрінен. Жалқау болдым, ауыртпалықтан қаштым. Үнемі салмақ түссе, шырылы түсем. Көрдіңіз ба? Өзім қалаған нәрсемді істесем, істеймін. Қаламаған нәрсемді істетсе, мен шырылдай бастаймын. Салмақ түскен. Жаңағы ер адамдарға тамақ істеудің өзі маған салмақ болды. Одан мен қаша бердім. Дайын болған жоқ. Қазір де дайын емеспін. Ішкі дүнием қазір дайын емес. Тазарайын деген ой менде жаңағы жоқтың қасы. Жұрт жүріп жатыр ғой. Сол өмірді мен де өтерім деп, сондай ойым, жаңа мені сонарыға апарып отыр ғой, тазарсын деп. Сол тазаруға мен әлі дайын емеспін бар ғой. Әлі дайын емеспін де, әлі болам ба, дайын болмайын, айта алмаймын. Сондықтан енді жайнақ деген дәрежесі ең биік, жер жүзі бойынша ең дәрежесі биік жер ғой. Нұр түскен, иә. Соны мен сезіне алмадым ба, сезіне алмай тұрмын ба, айта алмаймын. Неге десен, жұрттың қолы жетпей жатқан жер ғой. Бірақ та мен жай алдында, жиналдым да қалаға кете бердім. Ішкі дүниемде ме тереңдік болмай тұр. Мен еңбек етуін етермін, бір мен шектелем. Өзіңіздің зарыңызды айта отырасыз, ізденгеніңізді туралы айтып отырсыз ғой. Ал енді осы ата жолында бар ғой, жол жаба бар ғой осында. Енді сол есте сақтау қабілетімізді артылдыру үшін ата жолында барлық не бар ғой, шығатын жол. Енді сіз бүкіл әлемге айтыңыз, сол үшін не істеу екен? Егер бүкіл әлем сондай болып кеткеннен кейін біз не істеп жатырмыз, қазақ халқы? Сіз мысалға не істеп жатсыз? Құранды сіз не істеп жатсыз? Қайталап неше рет оқып жатсыз? Осы күнде 28 рет па оқып шықтым. Неге Құранды оқимыз? Қалай Алтай атаның өте қиын ғой, қиын жазылған.
бұрын естімеген сөздер бар. Басында енді қиын болды ғой. Қиын болғанда қатты қиын болды деп айта алмаймын. Неге десең, бірден мен жақсы көріп кеттім. Қайталап оқу арқылы Қайталап оқыған сайын түсінігің тереңдейді, түсінігің кеңейеді, миың басқаша жұмыс істейді, жуып шайып шығарады. Бір оқығанда жуып шаяды, иә. Қиын салмақ түседі ғой, иә. Салмақ түскен кезде ішкі дүнием қарсылығым ояна бастайды. Соны төзіммен алып шығу керек қой. Сол төзімдік менде жоқ. Ал Абай атамыздың айтып отырмыз ғой, 45 сөзі, бұл 45 біздің намаз орындауымыз деп. Сонда Абай атамыз Құранды сөйлетіп отыр ғой. Сонда сіз бағанадан бергі екеуміздің сұхбатымыз 19-шы сөзбенен 19 сүреге шығады қазір. Осыны халық білу керек. Бағанадан бері сіз 19-шы Абай атамыздың сөзін сөйлеп, 19-шы сүре сізге ақпарат болып түсіп тұр ғой. Сізге жол жоба беріп тұр, иә? Сіз сол туралы айтып отырсыз, қазір ізденіп келіп отырсыз ғой. Сонда сіз қазір Абай атамыздың өзін қайталап оқып жатсыз ғой. Қиын деп жатсыз, иә? Сол сөздерден сіз қазір қуат алып, мына ойлау қабілетіңізді дамытып жатсыз ғой. Я сол мінекей ата жолында, мінекей барлық жолды ата жолы көрсетіп отыр. Құранды қайталап оқу арқылы, иә? Жаттау емес. Абай атамызды қандай тақуалықпенен, иә, сіз айтып отырыңыз. Абай атамыздың сөзін сондай қандай тақуалықпен, тазалықпен оқу керек екен. Жаңа сіз ықылас туралы, ниет туралы сөйтіп айтып отырсыз ғой. Қазір енді біз қорытынды жасаймыз. Сіз ізденіп келіп отырсыз ғой. Соның барлығын Абай атамыз 19 неге бізге қайталап оқы дейді ғой. Осы Абай атамызды оқы, өлеңдерін оқы, оны сандық белгімен бәрін Құранмен сөйлеген ғой. Абай атамыздың мынау Абай ізімен Құранмен сөйлеу әр адамға берілмейді. Абай атаны оқимыз, зерттейміз, оқимыз, түсінуге тырысамыз. Біреу терең түсінер, біреу терең түсінбес, иә. Құранды оқып жатырмыз ғой енді. Махаббатпен, жаңағы осы бір сүйіспеншілікпен рахаттанып оқисың. Рахаттанып оқисың да, сосын бірдемеге қолың жеткендей болады, бар ғой. Дұрыс айтасың. Жаңа бір 28 рет оқып шықтың ба? Мен 28 рет қана оқыппын ғой, тағы да оқишы деген ниетің пайда болады да. Бір махаббат ішің жылый бастайды. Ішің жылайды, бұрынғы түсінбеген нәрсені түсінесің, бұрынғы көрмеген жаңағы заттар енді көре бастайсың да, жаңағына өмірдің қыр-сырларын. Соны жылулық пайда болады. Құранға деген, жалпы дүниеге деген, сосын халқыма деген жылулық, махаббат пайда болады ғой енді. Қалай да болғанда біз енді тас емеспіз ғой, тастың өзінде жаратылғаннан кейін мейірім болған бар шығар. Адамға деген еліміздің қазір енді азғынған заманы ғой. Өзімізде солай болдық, иә. Содан әлі көп алыстаған жоқпыз, қай-қайсымыз болсын. Бірақ та енді сол жаңағы қалада жүрміз ғой. Естерден қиналасың. Адамдардың жаңағы әдет ғұрыптарынан, қай жағынан болсын бар ғой, кемшілік өте көп. Сондықтан өз-өзіңді қамшылайсың да. Үйде отырып жаңағы ойланып толғанасың. Не істеймін, қалай, не істеймін деп, қандай амал жасасам болады деп, иә, солай ғой енді. Сол үшін тырысасың. Жаңағы қолың бір кездерде нетіп қалады ғой. Шабытың бәрін тоқтап қаласың ғой бір кездерде, иә. Ештеңе істегің келмей, бір жылағың келіп, ішің босап, бір не болады ғой, былжыраған өз-өзіне босатасың бар ғой бәрінен. Жаңағы шаршап бәрінен. Сосын жаңағын бәрін көресің да, есікті ашсам болды, міне саған әлем, сасық иіс, сол бар, қай жерге барсаң да сол тығырыққа тығыласың. Кеше бір неттім да, жаңағы қаланың сыртына шықтым да, ауасы қандай, қаланың ішіндегі ауа қандай. Ауа жоқ, бар ғой, жоқ. Біресе анау машинаның сасық иісі, біресе адамдардың сасық иісі, тағы басқа шеті жоқ. Соны енді осының ішіне кіріп кеткен кезде мен кіммін деп ойлайсың. Мен кіммін, не істеп жүрмін мен, осының бәрін жаңа қиын үстіңе сіңеді да бәрі, кіреді ғой, бойыңды бәрін баурап аладан бәрі бар ғой, мүмкін емес. Жаңа жұлқынып шығуға, таза болып жүруге мүмкін емес. Соны енді туысқандарды бәрін ойлайсың ғой, айналаңда ойнайсың. Сөйтіп бәрі таза болса, біздің қатарымызға қосылса, жеңіл болар еді, әрине, жеңіл болар еді.
соны сіз айту арқылы соны сіз қазір айтып жатсыз ғой. Иә. Солай сіз қазір мынау сөз әскерін жинайсыз. Қорған, жалғыз өнер, мысалға қорған деп жазылып тұр ғой. Өнер қорған, бірақ жалғыз өнер қорған бола алмайды екен. Біз өзіміз не істеп жатырмыз, соны халыққа біз шығарып айтуымыз керек, сөз өнерін. Мысалға сіз Фарида, мен қазір бағанағы келген Фариданы, бұрынғы Фариданы мен танып отқан жоқпын. Мен басқа Фариданы көріп отырмын. Қанша нәрсе жатыр. Сонда сіз бағанағы бір күмән келтіріп, мен өйте алмайым, бүйте алмайым деп көп нәрсені айттыңыз ғой. Соның бәрін қазір шығарғаннан кейін, ол шығара берсеңіз, істеп қазір араласасыз. Енді иммунитет керек қой енді. Жалғыз болғанда, мына не әлемде жалғыз, енді әрине жалғыз болған рахат қой. Жатам десең жатасың, тұрам десең тұрасың, бірақ та не бірлеспесең, өзің ортаңда қоғаммен бірлеспесең қиын екен. Міндетті қиыншылыққа түсесің да қысыла бастайсың. Сондықтан өзің ортаңды іздейсің. Ортаңа түскеннен кейін әрине араласу басталады. Солай ғой. Иә. Осы жердегі үлкендер болсын, ішімізде жастар жоқ қой, бәріміз үлкенбіз, сондықтан араласу басталады. Содан жаңағы жүректің толқуы бәрі ақырындап басылады. Енді сол Абай атамыз не депті, соны айтайық та. Бағанағы айтқан 19 сөзде айтқан, естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар деген. Ең бірінші, көкірегі байлаулы берік болмақ керек дейді. Енді Абай атамыздың бұл сөзінің өзі қазір бір кітап болып шығады ғой. Ал екіншісі, сол нәрсені естігенде дейді, бағанағы сіз қиналып айтып отырсыз ғой, мен сондаймын деп айттық қой. Сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибраттану керек дейді. Ол енді көңілденіп, ынтамен ұғынып алуды. Соны айтып отыр. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайталап, ойланып, көңілге бекіту керек дейді. Осы сөздердің барлығын сіз бағана өз сөзіңізбен айттыңыз. Сол есте сақтау, неге біз қайталап оқимыз, неге қайталап оқып жатырмыз бәрін? Кейбіреулерге түседі, тіптен Абай жолын 4 рет оқыды екен. Қара сөздерін біз күнделікті оқуымыз керек екен, Құран кітап сияқты. 4-ші дейді, ой кеселі болады екен, негізі солардан қашық болу керек екен. Ол енді жаңа біз айттық қой, біз салғырттық танытамыз деп айттық қой бағана. Біздің мысалға ойымыз әр нәрсеге кеткен, қазір қалай өмір сүріп жатырмыз. Біздің ойлайтынымыз ойын сауық, иә? Бір нәрсеге құмарланып аламыз да, соның соңына түсіп кетеміз. Соның барлығы қайғыға салынамыз. Ал енді бұл 19 сүре екен. 19-шы Абай атамыздың сөзі Құранда бұл санды есту, көру сезімдерімен байланыстырады. Және де Мәриям бойұсынушы болып баяндалып, қарилық қасиеттің негізінен ана қанының тазалығына, діл қуаттығымен байланысты екен. Көрдіңіз, біз Құранды Абай атамыз арқылы түсінеміз. Ал енді негізі Мәриям сүресі нәсілмен байланысты, мынау наматтық ұрпақ деп жатырмыз ғой. Жаңағы қоқыстарымыз бар ғой. Жүректегі қоқыстар кетіп жатыр. Соны енді неше түрлі тарақан, неше түрлі құртқынысқанымыз бар ғой. Содан айырып жатырмыз, ашырап. Соны өзің сезінесің ғой енді. Сол жүрегіміз тазарып жатыр. Мен өз басым ең бірінші қорқынышым көп болды. Осы бәрінен қорқатын болдым бар ғой. Бәрінен ойымды айтуға, жаңағы өмір бойы үндемес болып өттім. Кішкентайымнан бастап жаңағы бір жағдай болды да, содан бастап мен үндемес болдым. Сол үндемесімді қазір қорқыныштарым кетіп жатыр. Осы екінші кезең ата жолы бар ғой. Осы ортаға келгелі, ағаға ілескелі бері қорқынышынан айырылып жатыр. Ең менің жетістігім бар ғой. Ең үлкен жетістігім сол қорқыныш кетіп жатыр. Жаңағы өз-өзіме сенімділік, жаңағы бірдемеге жете алатыным бар ғой. Оның бәрі үлкен жетістік. Расында айтайын. Арманда енді әлі көзіміз ашылған жоқ қой, жаңа туған не сияқты көп нәрсені білмей жатырмыз да, ашыла алмай жатырмыз, көп нәрсеге жете алмай жатырмыз, санамыз оянбай жатыр. Сол енді санамыз оянса екен деп ойлаймын мен бар ғой, ақыл берсе, жаңа тереңдік, даналық берсе Алла тағала деп, сол намазымызда тілейміз. Неге десең көп нәрсені түсінбейміз. Енді ағаның сұхбаттарын бірнеше рет бар ғой, бірнеше қабат қойып тыңдап жүрем. Сосын әгіден нетесің, күйзелесің, қиналасың.
неге десе оның бәрі өзіңнен табылмайды. Менен сол сұхбаттардың ағаның сөздерінің көбі жаңағы самалдарды бәрін айтып жатыр ғой, оның бәрі менен табылмайды да, мен соған күйзелемін. Әлгі сәйкес емеспін да, ана сұхбаттарға айтқан сөздеріне сәйкес емеспін. Енді Осы жүргендердің бәрін айтып жатыр ғой, жаңағы кешке жатсыңдар, тоқтап қалдыңдар, тоқырап қалдыңдар, жылжыңдар, аз уақыт қалды жаңағы деп елдің халының, әлемнің несін жағдайын айтады ғой бұл нәрсемен. Бізге артылған аманат өте үлкен да, біз соған сәйкес болмай тұрмыз. Басымыз жетпейді, миымыз жетпей тұр ғой соған. Көрдіңіз бе, ойымыз дұрыс емес. Дүниелікке байланып тұрмыз қазір осы күнде. Жайнаққа барғанда енді жарайды жұмыс істерсің, мал бағарсың, там не әлгі самалдар жасарсың, бірақ та одан да биік нәрселер бар ғой. Көрдіңіз бе, одан да биік ағаның айтқан жаңағы ғылым нелері, ғылыми заттар бар ғой. Соның бәрін біз жете алып тұрған жоқпыз. енді соны ағай айтып отыр ғой, сол күйзелсең де келіп айт. Иә, сен жалқау болсаң да, еріншек болсаң да келіп айт. Біз бәріміз де білмеппіз ғой. Сізді сол үшін әр уақыт қазір айтып келіп түсіндіріп отыр. Сіздің мынау келуіңіздің өзі жаңа мінекей Абай атамыздың 19 сөзінің ішінде бар, 19 өлеңде бар, 19 сүреде бар. Бойымда тұрған нәрселер көп қой енді, қасиетім де көп, иә, жаңағы қасиетім де бар, басқа жындылығым да бар, басқа минустарым да бар. Соның бәрі жиналып адамға не бермейді екен, тоқтатпайды екен, тоқтау бермейді екен. Бір жерде отырып қалып, жаңағы жайылып отырып, 5-ші нүктеңді жайып қойып отыра алмайды екенсің. Көрдіңіз бе, жылжы деп түрткілеп мені де қоймай жатыр. Өз басым қайғысымыз болсын, қазір түрткілеп аруақ қоймай жатыр. Енді жаңағы бұл қуат түрінде сөйлегенде жын шайтандық қуаттар топтасып тазартуымыз керек қой. Енді 19 сөзді айту да қиын, сүре туралы айту да қиын, дегенмен ағай соны айтып өтті ғой. Біз сіңіре алмай жатырмыз да, бойымызға сіңбейді. Түсінесіз бе, біз әбден қағынған қоғамбыз ғой. Соның ішіне бізді бүйтіп қармаққа іліп, аға алып шығуға тырысып жатыр. Әрқайсымыз бар ғой. Біз біреу адам емес, екеу емес, мыңдаған адамбыз ғой. Әрқайсымызға ол кісінің күші соған жетіп жатыр ғой. Көрдіңіз бе, тылсым аруақтар, жаңағы періштелер дейміз, қорғанға тұр ғой. Көрдіңіз бе, ол кісіге қуат беріп, соны біздің бәрімізді алып шығуға, біздің бәрімізге бағыт беріп, сол түкілеп әрқайсымызды соны жаңағы сүйреп жатыр ғой бізді. Неге әлгі трактордың прицеп ұқсатып бізді сүйреп жатыр ғой, бірақ та соған берілмейміз. Әбден баттасып қалғанбыз ғой. Сол баттасудан әрқайсымызды алып шығып жатыр. Аға айтады да, содан кейін аруаққа тапсырылады ғой, енді әрқайсымыз тапсырамыз ғой аруаққа. Сол аруақ сосын нетіп, жаңағы жетелеп, жеркелеп, орда алып келіп, сұхбатта сөйлеткізеді. Көрдіңіз бе? Көп нәрсені түсінбесек та, жаңағы сөздермен түсінбесек та, өмірдің бәрін жалпы түсініп тұрмыз ғой. Мүлдем мал емеспіз ғой. Малдың өзі бәрін түсінеді. Содан сөйтіп алға жылжу аз болып тұр да, сосын ағаны шырылдайтын сол, аруақтарында шырылдайтын сол. Сол енді жаңағы еңбектерді оқыңдар, басқа малдарды істеңдер деп жатыр ғой. Жақсы, енді қазір сізге не жетпейді екен, неге бел будыңыз? Қазір үй шеберханасы бар ма сізде? Қазір жетпей жатқан сол ғой, бірігіп жұмыс істеу. Үйде әрине мен қол өнерімен айналысам, тоқымам бар міндетті түрде, жемпір тоқып, жаңағы көрпе тігем. Неге десең, соған махаббатым жаңағы бар да бұрыннан бері. Жамылатын көрпе тігіп, сосын таратам, жаңағы тарататын адамдарға. Жайнаққа бердіңіз, иә? Иә, тор көрпе тігем. Содан жаңағы YouTube неден OLX деген бар ғой. Сонан бұрыннан совет уақытынан келген біреулердің таза мақтадан не бар ғой, кеңгірдегі барқыт дейді ғой. Соларын сатып алдым. Плюштерін сатып алдым, бұрынғы уақытта жасалған. Соларды көп сатып алдым да, метрлермен 2-3 метрден сол кезде есіңізде ме, ана кішкентай бір 30 сантиметрлік беруші еді ғой, таратушы еді ғой, неген. Солардан да бар. Соны шешеміз кезінде жинаған ғой, сол көрпелерді маған тігіп берген, балам сен менің көзім болсын деп. Сол жамыладың көрпені, жаңағы асты, бөстек, сондайларды тігіп берген. Солар әлі күнге мен сатып келем бар ғой, шешемнің көзі ғой деп. Сондайларды өзім тігуге жақын бұлары Марон тәтеден жүндер алған.
соны өзім жасап жатырмын үйде. Соны енді Фарида неге түсірмеске? Сонда сол өнерді, негізі өнер деген білім. Сол білімді неге жарыққа шығарып, мысалға әрқайсымыздың үйіміз шеберхана болу керек қой біздің. Өйткені қазір тамақ істеп тұрып, бізде бір 20 минут уақыт болады, иә? Қазір бір намаз оқудың алдын немесе артын күтеміз ғой, сонда бір уақыттар болады бізде. Сізде сонда мынау айтып отырсыз ғой, дауысыңыз қарылып кетті да. Сосын сіз үлкен шеберханаға айналасыз. Өйткені мен көп нәрсені білмейді екенмін. Қазір Майра апайлардың несін шеберханасын барып түсіріп шығарамын ғой. Сонда көп кісілер, ол кісілермен де хабарласады. Қырғызстан, Өзбекстан. Енді мен Ирландия менен Италияға жіберіп отырмын. Оларда қызығушылық танытып жатыр, ол қазақтар енді ол жақтағы. Сөйтіп енді мынау соңғы Айгүл екеуі бірігіп істеп отыр ғой, енді басқа қыздар да барып кетіп істеп жүрміз ғой. Өзім қызығушылығы танытатын Сұлтан Батысқа барды ғой. Сонда мен ана Гүлжан деген кісіні сондай үйде отырып, бала шағасының арасында отырып, бір машинамен қанша өнер жасап отыр, иә. Сол да қозғау салады кісіге. Гүлжан бар екен, сонда қуат алмас, мен тілеген тілей бастаймын да сол кісілердің. Айтып жатыр ғой, жайнаққа бәрін жабыса бермеңдер, жаңағы әр өңірде, Қазақстан үлкен ғой, әр өңірде өзінің жайнағы болу керек. Өскеменде де өте жағдайы бар адамдар, Алматы болсын, адамдар көп орталарда. Қызылордада мінекей көрсетпейді, ол өте өнерлі. Мен сол Қызылордадан бір шеберді тауып алып, сол шебермен мен қарым-қатынаста отырмын. Енді ағай айтып жатыр ғой, олар меңгерген кісілерден үйреніп, мысалға батасын алу керек, әрістің өзі киесі қонған кісі болады ғой. Мысалға неге Фариданың шеберханасы ашылмасқа? Ол жай үйде отырып, мынандай алады ғой, жаңағы штатив дейді, стойка дейді, құрылғы. Осындай құрылғыға мінекей іле саласыз да, мен сөйтіп түсіріп отырмын ғой үйде. Сөйтіп жылжытып отырып, түсіріп жібере бересіз. Ол да сөз өнері екен. Өткенде мен үйде біраз сөйлеп, анау істегендерімді айттым ғой, мен жеңілдіп қалдым, Фарида. Қазір қол өнерден басқа бізге ақпарат алу, зікірлерден, бірінші, екінші сырқат белгісін шығару, бата шығару, соның бәріне мен тоқтап бас тартып отырмын ғой. Аққу бола тұра, жүрегімде мөрім бола тұра, содан бәрінен тоқтап отырмын мен. Өз-өзімді тоқтатып отырмын. Себебі тереңдіктің жоғы. Сөз өнерін білмеймін, сөз өнеріне қатысты ма жоқ па білмеймін. Бірақ та сол бір айтады ғой, жалқаулық шайтанның ісі деп. Соларым менде бар да, соның бәрін тоқтатып қойдым. Сырқат белгіден де бас тарттым, ақпаратта да бар келіп тұрған нәрсені зікірде түктіп айта кеп тұрады ғой, жайнаға да кеп тұрады бар ғой, белгісін беріп, жаңағы шығар деп. Әкіні ала алмай тоқтаймын да, сосын қиналып, сосын өзіме қатысты ақпарат келген кезде жаңағы келе береді ғой өзіңе қатысты. Аны жаңағы тереңдік әлемге қатысты, үлкен істерге қатысты ақпараттарды ала алмаймын да, сосын күйзелемін да, сөйтіп тоқтаймын. Жалпы әрбір зікірде түктіп айтам бар ғой. Аталар келіп тұрады, шығар. Көрдіңіз ба, сол кезде зікірдің кезінде арпалыс басталады ғой, қаралық қағып отырады нені, жаңағы келіп тұрған ақпаратты қағып отырады. Көрдіңіз ба, сонда ести алмайсың да. Сосын сол арпалысқа жаңа беріп тұрмын ғой. Терең түсіне білу керек. Бұл деген құдірет, бұл деген бақ. Ақпаратты зікірден әруақ өзі келіп тұрған Құдайдың таңдаулы ұрпағы ғой, құлдары. Сыйы ғой сіздерге берген. Сыйлары, сол сыйды мен бағаламай тұрмын. Менде адамдар көп, сол жаңағы келген түктіп айта өзі бәрі жаңағы бірден соң бірін келіп тұрады да, зікір бойы түктіп айта белгісін беріп тұрады, сонда мен әкімнен терең ала алмаймын. Ол неге? Ол менің жаңағы ішкі дүниемнің тазалығы болмағандықтан. Жаңағы ата жолының жазбаларын көбірек оқу керек шығар, еңбектерді көбірек оқу керек шығар. Жаңағы қол өнеріне, неге жаңағы сөз сайысына бәріне қатысуым керек шығар. Соның бәрін тоқтатып қойдым да мен. Содан тоқырап тұрмыз. Қалымыз осы қазір. Енді амал бермейді, басқа бар ғой. Басқа амал бермейді да, соған жаңағы не дейді, қысу дейді ғой, қысу. Жан-жақтан қысқан кезде терілеп, арқаңнан шылқып, не дейді ғой, сондай қалыпқа түсесің да, түнде ұйықтап жатқанда сол қалыпқа түсесің. Соны енді әруақ келіп түртіп тұрады да,
ұйықтап жатсаң да түктіп айта келіп белгісін береді. Мгм. Ол нені білдіреді? Ол тахажжуд намазынан тұруды білдіреді. Мгм. Соны онда орындауға бар, бірде жоқ. Соның бәрі дұрыс емес. Сол дұрыстық еместерімізді бұл көп адамдарда бар, Менде де бар. түгел адамда бар десем болады. Иә. Тахажжуд оқитындар бар, оқымайтын. Көбінесе 99% оқымайтын шығар. Тахажжудтың өзінің уақыты бар. 1:30-да масхаб, 1:30-да деп белгілеген ғой уақытын. Мгм. Тахажжудтың уақыты әруақ осы белгісін беріп оятады. Менде Көрдіңіз оятады. ба? Оятады. Түсінбеймін бірақ. Ерте жатсаң 10-нан аса уақыт болуы мүмкін. 11-ден аса уақыт болуы мүмкін. 12-ден аса уақыт болуы мүмкін бар ғой. Сол кездерде міндетті түрде 1:30-да емес. Сол Құдайдың аспанын ашылады дейді ғой. Мгм. Сол кезде тахажжуд намазында тілеген тілектерің қабыл болады дейді. Мгм. Сол қабыл болатын уақытта өзін түртіп оятады. Түртіп ата өзі нақты келіп белгісін береді да, Айшана келеді түн ортасында. Мгм. Ұйықтап жатсың ғой, ұйықтап жатсаң да дәректің бұзылған, бірақ та аруақ келіп белгісін береді. Әйтпесе ұйқың шайдай ашылады, тағы бір белгілер болады, бірдеме тарс етіп құлаған сияқты болады, тағы бір дыбыстар келген сияқты болады. Сол кезде сен көзің ашылады да, ұйқың ашылып кетеді. Сол кезде сен тұрып, сол тахажжуд намазына ниеттеніп, дәректіңді алып тұру керексің. Сол кезде тахажжуд намазында тілеген тілектер қайтарылмайды дейді. Мгм. Тұру керек. Соны тәсіл дейді ғой, өзінің тәсілі бар тахажжуд намазының. Соны орындау арқылы жаңағы сәждеге жатасың ғой. Сол кезде сәждеге барған кезде ең Құдайға жақын уақыт. Сол сәждеге барған кезде сол тілегіңді тілеу керексің. Бірінші мадақ айту керексің Алла тағала міндетті түрде. Сосын тілегіңді айтасың. Бар ғой, бір тілекті үш реттен айтасың. Мадақ қай түрінде нені айтамыз? Құдірет күшті Алла тағалам, Қазақша. мысал ретінде. Мгм. Өзің күштісің, өзің ақсың, өзің пәксің, өзің мейірімсің, өзің жомартсың, өзің байсың, өзің әділсің деген сөздер сияқты бар күш өзінде, бар дүние, бар әлемді жаратқан өзіңсің. Мгм. Өзіңнің қолынан бәрі келеді. Мен ештеңе емеспін, мен қолымда тұр жоқ. Біздер әлсізбіз, Алла тағалам, өзіңе мәжбүрміз деп. Неше түрлі мадақ айтасың, Құдай тағала естіп тұр ғой. Сол мадақты жақсы көреді Алла тағала. Сосын өзің жаңағы қажетіңді айтасың. Рухани қажет па, ол дүниелік қажет па, қай қажет болсын басынан өтті да, тахажжуд намазбен көп нәрсеге қолым жетті бар ғой. Көп нәрсеге қолым жетті. Осы тұрып жатқан үйінде де тахажжуд намаз, Құдайдың бірінші Құдай ғой. Сол тахажжуд намазды оқып, жетекшім айтқан, сен сол үйді мен неге алмай тұрмын дегенде, мемлекеттік программа болды ғой, жоспар. Жаңағы сонда нетіп қолым жетпей тұрған, сонда тахажжуд намазын оқысаң 2 айда аласың деді. 2 айда алдым. Сонда Құдайдың құдіреті ғой. Сонда Алла тағала енді кезінде көп нәрседен айырылып қалдым да мен. Бостығыммен өзім сол жалқаулығыммен үйден айырылып қалдым, көліктен айырылып қалдым, ақшадан айырылып қалдым. Сөйтіп қалдырғаны енді жаңағы үй болсын деген ғой. Сөйтіп қолымның жеткен нәрселер көп болды да, көп болды бар ғой. Жаңағы рухани ғалымда да басқасында. Соны мен жұртқа айтамын да, жаңағы тахажжуд намазын оқыңдар, Алла тағала өзі айтқан ғой, тахажжуд намазында тілеген тілектерің қайтарылмайды деп. Сондай моменттер. Бұл да бір хикмет қой. Өзі оятады, аруақтар бар ғой, өздері оятады. Сол аспан ашылып тілектер тікелей Құдайға жетеді деп тұр ғой. Анау қадір түнде тілеген тілектерің қабыл болады дейді. Тегін емес қой. Алла тағала сұрасаңдар жауап беремін дейді ғой. Иә, Құранда нақты айтқан, сұрасаңдар жауап беремін дейді. Сол енді бұл нәпіл намаздарға жатса да, тахажжуд қай намазына 5 уақыттан басқаның бәрі нәпіл ғой. Соны орындасаң көп болмайды. Басқа амалдарыңа қоса. Рахмет, Фарида. Енді көп нәрсе айттыңыз. Өзім көп нәрсеге менің көзім ашылып отыр. Демек, басқалардың да көзі ашылады. Осылай адам қиналысқа түспей, соны айтып отырып, үйде жабылып қалмай дегенім ғой. Қиналса да, күйзелсе де бір жақсылыққа хикмет қой енді Құдайдың беретін жақсылығы. Соның барлығын біз айтып отыруымыз керек екен ғой. Кейінгілер тағы да тереңдей береді ғой. Алла жазса, иә. Соны енді қазір айтып жатыр ғой, қай мемлекет болсын, бәрі тоқырауға ұшырап жатыр ғой. Біреу суға кетіп жатыр, біреуін су басып жатыр, біреуін қар басып жатыр, біреу басқа бірдеме, иә. Соның ішінде жаңағы тәубасына келе ме екен деген тек қана біздің халық қой, иә. Сол біздің өзіміз қағынған болсақ, басқа әлемге не айтасың? Айтқан сөзіміз несің бейіт, иә.
өзімізде дұрыс емес, біз сіңбейді адамдарға не айтсаң да. Сондықтан елімізде түзеле алмай, жаңағы ата жол арқылы енді елімізде жер сілкініс жоқ, басқа апаттар болмай тұр ғой, иә. Тәуба, шүкір дейміз оған. Соны құтырамыз да, сосын бір кезде ана әлемде болып жатқан нәрселерді қараған кезде тәубаңа келесің бар ғой. Бірден жеге түсесің да, сосын айтқан нәрселерді істеу керек екен деп ойлайсың. Кеше көрсетіп жатыр, 9 бірдеме этаж үйдің үстінен Ресейде үстінен анау үлкен тау болып өсіп тұр ғой, қар бар ғой, жауған. Ол қар көктемде әрине ерігеннен кейін телегей теңіз болып түгелін жуып шаяды бар ғой, түгелін бар ғой, сол канализациясы бәрі соның ішінде түгелі кетеді. Қаншама малы кетеді, қаншама жер кетеді, иә. Оны адамдар енді бұл да апат қой. Сынақ түсіп жатыр, сондай, иә, енді сынақ қой, сол апаттан еліміз сақтап отыр ғой. Соны енді біз өзіміз түсіне отырып, жаңағы түсіне отырып, бірақ та орындауға әлі азбыз, иә. Қателіктеріміз көп болып отыр ғой. Қателігіміз көп болып тұр да, соны бірақ та бір жағынан мен өзімді басып отырам бар ғой, басам, бір нелер жаңағы қылықтарың келеді ғой. Көлеңке дей ма, солардың бәрі келеді ғой, бұрынғы мінезіміз, иә, бірақ та өзімді бүйтіп мыжылап, тәубаңа кел, бір жерінде қыз деп өзімді сөйтіп басасың. Содан оразада ұстамайтын адамдар көп қой қазір, жаңа нәпіл оразалар. Сол кезде ойланасың, ұстауға болатында, болмайтында неде болады ғой, бірақ та өзің айтасың, аштан өлдің ба, не болды саған, соншама жап аузыңды деп, жаңағы, енді қазір бұл не болып кетті ғой бізге, әдет болып кетті ғой, бірақ та бастап жатқанда солай болатын, жаңағы, аштан өлдің ба, не болды саған, тыныштал, аузыңа дамыл берді, жаңағы, ертеңгі ақыретіңді ойла, басқаларды ойлайсың ғой. Сөйтіп өзіңді тәубеге келтіресің, осы күнде де солай басып отырасың. Кейбір жерде сөйлеп қалғың келеді да, жаңағы дұрыс емес адамдардың қылығын бірдемесін көріп тұрасың ғой. Сөздерінің дұрыс емес, иә. Саған тиісіп тұрса да үндемей қалып, ішінен сақтайсың. Ішінен сақтай бересің, сосын бір күні қалай деп онда жарыласың ғой. Бірақ та сол жарылған өзінде әдеппен бір-екі сөйлеммен жеткізуге тырысасың. Сол бұрын шарт болушы едік қой. Қазір енді үндемей қалуға тырысу керек. Міндетті түрде жауап беру деген сол жерде десем деп жауап беру деген міндет емес. Үндемей қалуды да меңгеру керек. Дұрыс айтасыз. Қазір енді айтып жатыр ғой, бәрі түсіп жатыр. Тіл оразасы да керек екен бізге. Нәпіл ораза да керек екен, ашығу да керек екен. Соны өзі ойлағанда кедергілерде қоса келіп тұрады ғой. Нәпсімізде бар біздің. Барлығы соны енді... Сол нәпсімен өмір бойы өлгенше дейін әр адам арпалысып өтеді. Әр адам. Баса алсаң бастың, баса алмасаң кеттің бардың. Жеңілдің. Бірақ та бірдеме істеп қойсаң, сосын өкінесің. Не болды саған, осы не істедің, не үшін істедің, соның қажеті бар ма еді деп өзіңе сұрақ қойып өзіңді жейсің. Сосын ендігіде уже бір жерді қыса бастайсың да. Рахмет, Фарида. Енді бұл енді есеп қой. Мына есеп дегеннен қорықпау керек те, адам өзі есеп беріп отырса, ол да жеңілдік болады. Әрі басқаларда оянады, мысалға біз бір-бірімізге қараймыз ғой. Бәріміздің қатарымыз көбейе берсін, қадамың құтты болсын Баянбай ата ордасына. Баянбай ата ордасынан шықтық та, сол енді бір кездерде басқа жерге жаңағы ауысу керек болды. Әлде де ауысамыз. Бір жерде осы Баянбай ата ордасынан байланып қалмаймыз. Бізді босатады да, отырғызбайды да. Көрдіңіз ба? Ол да бір жағынан өсу, жаңағы несі, біздің бір сатымыз болу керек та, сол сатыға біз баруымыз керек. О төмендеу саты ма, биіктеу саты ма, оны өздері біледі, бірақ та бізді шахмат дейді ғой, сол шахмат неден ойында бізді сөйтіп ауыстырып отырады. Бірде пешка боласың, бірде ат боласың. Ақпараттарыңды күтіп отырамыз, сонда ұмытпа, Фарида.